Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Мен Аяжан Қуандыққызы. Бүгін компьютерлік жабдықтың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету және жөндеу модулі бойынша сабағымызды бастаймыз. Біз өткен сабағымызда түрлі сақтау, тасымалдау және жинақтайтын құрылғылармен таныс болдық. Еске түсіріп болсақ, олай болса, біз әр сабақта қауіпсіздік ережелерді міндетті түрде еске түсіріп отыруымыз керек. Қандай қауіпсіздік ережелерді білесіңдер? Қауіпсіздік ережені еске түсіріп болсақ, студенттер, бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымыздың тақырыбы компьютердің бейне картасына қатысты жиі кездесетін ақаулар туралы өтеміз. Бейне карта компьютердің графикалық ақпаратты өңдеуге және мониторға бейне шығаруға жауап беретін негізгі құрылғы. Ол ойындар, видеомонтаждар, графикалық бағдарламалар секілді ресурстарды қажет ететін процестерде маңызды рөл атқарады. Бейне карталар ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. Компьютерлерде бейне карталарға байланысты жиі кездесетін ақаулардың бірнеше түрі болады. Яғни экранда бейненің болмауы. Яғни компьютер іске қосылса да, мониторда ешқандай сурет шықпайды. Бұл көбінесе бейне картаның дұрыс орнатылмауынан немесе істен шығуынан болады. Артефактілер бұл экранда қисайған суреттер, түрлі түсті жолаулар немесе ақаулы пиксельдер пайда болады. Бұл бейне картаның қызып кетуінен немесе жады ақауынан болуы мүмкін. Компьютердің қайта жүктелуі немесе қатып қалуы бейне карта жүйеге артық жүктеме түсірген кезде орын алады. Драйвер қателіктері бұл бейне картаның дұрыс жұмыс істеуіне қажет бағдарламалық қамтамасыз ету дұрыс орнатылмаса немесе үйлеспесе, экранда қате хабарламалар пайда болады. Аталған ақаулардың негізгі себептері бейне картаның шаң басуы, салқындату жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуі, яғни қызып кетуі, механикалық зақым немесе драйверлердің ескіруі мен үйлеспеуі. Ақауларды анықтау және жою әдістерін айтатын болсақ, мыналарды қамтиды. Визуалды тексеру арқылы бейне картаның орнатылуын және шаң жинақталуын көру. Бейне жүйе драйверлерін жаңарту немесе қайта орнату. Арнайы диагностикалық бағдарламалар арқылы температураны, жүктемені және басқа да параметрлерді бақылау қажет. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Енді өздеріңе мынадай тапсырма бергім келіп отыр. Яғни, компьютер іске қосылғанда бейне шықпайды. Сіз не істер едіңіз? Екінші тапсырма өздеріңе диагностикалық кестені толтыру, яғни ақау сипаттамасы бойынша шешім жасайсыңдар. Жарайсыңдар, студенттер. Енді осы 3 суретті таңдау арқылы маған кері байланыс бере қойыңдар. Қоржынды таңдасаңдар, үйренгенім кейін керек болуы мүмкін, иелекті алатын болсаңдар, әлі де қайталап оқуым қажет, ал қалтқыны таңдайтын болсаңдар, бұл ақпараттар керек емес деген сөз. Сондықтан бір суретті таңдау арқылы маған кері байланыстарында бере қойыңдар. Олай болса, студенттер, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма компьютердің бейне картасына қатысты жиі кездесетін ақаулар тақырыбында дәптерлеріне қысқаша конспекті жазып келу. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.